Сондай-ақ Алла тағала аспан мен жердің жаратылуында, күн мен түннің ауысуында ақыл иелері үшін белгілері бар деп келеді ғой аятта. Осы жердегі ақыл иелері деген сөзге де бір қысқаша тағы бір тоқталып кетсеңіз. Ақыл иелері пайғамбарымыздан мынадай хадисте де бар. Ликулли шейин алатун ва алатул инсан ақыл. Яғни әрбір нәрсенің құралы бар, адамның құралы ақыл депті. Тасты кесу үшін жаңағы өзінің құралы бар да, онсыз кесе алмайсың. Мына ағашты бөлу үшін оның құралы бар. Тура сол секілді. Ал енді адамның бірінші құралы ақыл депті. Ақыл. Ендігісі сол ақыл иелері кім болады? Сөздің өзін қараңыз. Ақылға ие болу үшін ақыл оған бағыну керек. Қазір біздің осы уақытта жылдам өрбіп жатқан. Мен ойлаймын, проблеманың бірі біз бағындыра алмай жатырмыз. Бізге бағынбайтын ақыл, тулап бара жатқан жүйке, бір қалыпқа түспейтін мінез, біз соның жетегінде кетіп бара жатқан сияқты. Өйткені біз қалауды шектей алмаймыз. Адамзатқа. Адамға өз көп нәрсе керек емес. Бірақ біз сол дүниелердің барлығы біз игерген уақытта біз соған ие боламыз. Яғни игеруіміз арқылы біз ие боламыз. Ақылға ие болады. Ал ақыл иелері бағындыртып, ақылды сол былай айтқанда тәркез, концентрация жасап, бір нүктеге қадалып тұрып, жаратушының жаратылыстағы ұлық хикметтерін сезінген кезде, соның жағы мәнін, мазмұнын тереңдеп түсінген кезде барып, сезінгенде ол басқа халге түседі. О иманның онан сайын артуына себеп болады. Соның үшін жағы ақыл иелері бізге бағынбайтын нелер бар, уақыт. Қараңыз, жаңа Құрандағы сіз аяттан жоғары аятқа уақтилафил лайли уан нахар. Күн мен түннің өздігінен ауысып тұрады. Мынаның мына сағатта, мына сағатта. Қай жылдың мезгілінде ауысатындығын білеміз. Өйткені тәжірибе бар да өмірді көргеніміз. Бірақ бізге бағынбайды. Бір сағат ары, не бір сағат бері жылжыта алмаймыз. Күнді қысқартып, яки болмаса түнді ұзартамаймыз. Өз уақытыменен осылай айналып тұрады. Бірақ оның біз хикметін сезінуіміз керек. Хикметін сезінеміз, басқаға шарамыз келмейді.